асынып аса келген байдақ даласын сақты болып сақтардың күлігімді дүзіп баққанның жәнібек керек қолыммен қазығымды ағаш қаққанның бес қасын салып араға арланып аттан аққаным күлкінің тамшы жаңбырымен сақпенелімнің тағдырымен тараған алуан заман кешкенемін күш қуат алып өскенемін далада анамыз асқақ аймыдым деп тірлігім бақыт байлығым деп санаған кешегі қазақ хандығым деп бүгінгі қазақ бір жырым деп жаңадан Қазқан болған тағларым, есқаным асқақ саңғарым, шамшырақ болып ертеңге дәуреным жазған заңдарым, абылай қосып басымды орындалған еді арманым арнап алға ұмтылған жүрегімде талай сұртылған жылығы таза қыз туған армаққа міне ұл туған бүгінде әлем таныған біз тәуелсіз елміз құл болған Шабадон солған батырымның кешмен жүрші ағынымның бұрыннан бабалар айтқан өсиетін бойына қонған қасиетін ұғынған ылқан көк пен байрақ бар құрмас берік айбары бар тұрдан ынтымақты жүрек тәңірімен хақ пен хақның әмірімен құрылған халқымыздың берілген даласындай туған жерін аялаған анасындай қазағым солдат сақтар көздерінің қарасындай қазақ деген ел әлемде бар осындай қазағым шабадон болған батыр елдің кешмен жүрші ағынымның бұрыннан бабалар айтқан өсиетін бойына қонған қасиетін ұғынған ылқан көк пен байрақ бар құрмас берік айбары бар тұрдан ынтымақты жүрек тәңірімен хақ пен хақтың әмірімен құрылған Мısın Кендебай батырым, ертегінің кейіпкері, көп қой оның серіктері, ең мықтысы 8 ұлдың, Ерназардың ер төстігі, келіп қалдым бүгінгі кешке. Армысың батырым, армысың мына отырған халқым, қабыл алдым сәлеміңді батырым. Кеше ғана бала едік, ер жеттік міне бүгінде, алыстан ат терлетіп келдім менде бүгінгі кештің төріне. Біз ертегілер елінен келіп отырмыз. Я, қиял ғажайып ертегілер елінен десеңші. Ендеше азда болса ақпарат бере кетсек. Қиял ғажайып ертегілер, ертегідегі адамдар, табиғат және оның құбылыстары туралы, адамның еңбек, тіршілік, кәсібі, күресі жайында. Қас пен күресі жайында дүние жаратылыс, қас пен дос, неше түрлі керемет күштер туралы қиял ғажайып ертегі әңгімелер тудырған. Я батырым, олар өздерімен алысқан жаулары жайында да, сол жауларды жеңу жолдары туралы да әр түрлі ертегілер шығарған. Оларды жалғыз көзді дәу, жын пері, әп жылан, жез тырнақ, тағы басқа бейнесінде алған.
Олардың бәрі адам баласына қаштық жасаушылар, керемет күші, айлы амаллы барлар деп түсінген. Олай болса, көп созбай бастайық бүгінгі кешті. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Біз сіздермен ең ажарлы, ең сұлу, ақ қардың аңғалдығы бар, күн түссе еріп кететін, нәзіктігімен ерекшеленетін қыс мезгілінің жайма шуақ күнінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толу қарсаңында ауыз әдебиеті асыл мұрамыз атты әдеби композициялық кеште кездесіп отырмыз. Шексіз үлкен аймақта алып жатқан Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Олар осы тіл арқылы ғана бір-бірімен тіл табысып, түсінісіп, тату тәтті өмір сүріп келе жатыр. Бүгін айтулы күн. Сіздерді қазақ тілі мен әдебиеті пәні онкүндігінің ашылу күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Еңбекте, оқуда мол табыс, зор денсаулық тілейміз. Халқымыздың рухани көсемі Ахмет Байтұрсынов әдебиет асыл сөз деп баға берген. Асыл сөзді, дарынды сөзді көп тыңдап, көп оқысан, жанын сұлуланып, сезімін байып, бойындағы күш, қуатын арта түседі деген екен. Ендеше, онкүндігіміздің ашылуына өзінің жылы лебізін білдіретін мектебіміздің директоры Қошаханова Шолпан Шолпанқызына сөз кезегін берсек. Айтулы күннің бірі біздің мектебімізде қазақ әдебиет пәнінің 10 күндігінің ашылуы. 10 күндігі ауыз әдебиеті асыл мұрамыз, ауыз әдебиеті деген ауызша айтылып, ауызша таратылатын қазақ әдебиетінің бір жолы. Осы ауыз әдебиетімен біз өзіміздің байлығымызды, өзіміздің асыл мұрамызды, өзіміздің тарихымызды, өзіміздің рухымызды көтеретін әдебиеттің бір түрі. Ендеше бүгінгі сіздердің айтулы күндеріңіз жақсы өтсін, керемет жақсы сабақтарыңызбенен жақсы үлкен нәтижеге жетіңіздер. Оқушыларымыз, мен ойлаймын, енді ауыз әдебиетін дарытады, айтады, енді оның үлкен ұғымын түсінетін шығар деймін. Күндеріңіз құтты болсын.
тіл байлығын арттыру, әріп пен сөздерді анық айтуға үйрететін жаттығу түрі. Жаңылтпаш қазақ ауыз әдебиетінің шағын жанры. Жаңылтпаш ойын сауыққа жиналған жұртты күлдіру, жас ұрпақтың тілін ұстартып, әртүрлі сөзді шапшаң айтуға үйрету мақсатымен пайда болған. Халық ауыз әдебиетінде ерекше орын алатыны жаңылтпаштар. Жаңылтпаштардың сөздері ұйқасып келеді. Талап салақты оқымайды сабақты, самат талапты жақсы оқиды сабақты. Талап салақты, самат талапты. Адам ата мен Хауа анадан Абыл мен Қабыл туады. Қабыл мен Абыл Хауа ана мен Адам атадан туады. Сонда Абыл Қабылдың ағасы ма, әлде Қабыл Абылдың ағасы ма? Абыл Қабылдың ағасы де жаңыл да табылды. Оны өзін зерделеп қабылды. Айым шәйнек сындырды, қайым әйнек сындырды, шәйнекті айым сындырды, әйнекті қайым сындырды. Сатпауы кеше неше дәптер сатып алды? Сатпауы кеше неше кептер атып алды? Сатпауы кеше көп кептер атып алды. Сатпауы кеше көп дәптер сатып алды. Айбар асығып жүр, Айдар ашығып жүр. Айбар асығып жүріп ашылып қалмасын, Айдар асығып та ашылып та қалмасын. Тіл арқылы ғана біз халықтардың тарихын, салт дәстүрін, мәдениетін, әдебиетін білеміз. Әр халықтың өзінің әдебиетінің бай мұрасы бар. Ол халық ауыз әдебиеті. Оны ғылымда фольклор дейді. Фольклор ағылшын сөзі. Ол халықтың ауызша шығарған шығармасы, халық даналығы дегенді білдіреді. Халық ауыз әдебиеті жаңылтпаштар, мақалдар, қазақтың салт ғұрыптары мен ырым-жырымдары және де жаңылтпастар сияқты түрге бөлінеді. Міне, лира эпостық жырлар немесе ғашық жырлары. Оқиға желісінде бір-біріне құлай сүйген екі жас арасындағы махаббатқа құрылған лирикалық әрі эпикалық шығарма. Айтыс ауыз әдебиетіндегі ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр. Айтыста суырып салма ақындар бір-бірімен сөз жарысып айтысады. Тұрмыс салт жырлары қазақ халқының әдет-ғұрып салт жобаларына байланысты туындаған өлең жырлар. Батырлар жыры ауыз әдебиетіндегі ең бай да ең көне жырлардан бірі, немесе қаһармандық эпос деп атауға болады. Назарларыңызға рахмет.
ойдар ақша бұлтпен араласып аулаққа сағым болып бара жатыр көп ойлар таныс өлкен таныс аймақ таныс мақ айналайын адам екен ақ мекен қандай қазақ іздеп сені тапты екен айналайын адам екен ақ мекен туған өлкен тәтті екен ғой тәтті бай да көне жанрлардың бірі. Қаһармандық эпос деп те аталады. Батырлық жырлар халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды бейнелеп береді. Сахнада қазақ тілді емес сыныптары Қобыланды батыр жырынан үзінді айтады. Қабыл алыңыздар. Шеге өткен заманда дін мұсылман аманда қара құпшақ Қобыланды атасым Тоқтарбай халықтың асқан болды бай байлағанда есеп жоқ айдалып бағу жайлады төр туып барсай жар жайлы көзді көлді жайраған қара құпшақ жағалай. Тоқтарбайдың дәулеті ішіне мәз деген тоқ бай кеделдің күнілі жай қыс-қыстауы қараспан күрке талаққан ат үйрені адасқан қалың құпшақ тізіліп Монса қолының жарасқан әліп таңба құпшақтың атаңы озған алаштан. 80-ге жас келгенше бір бала көрмейді Тоқтарбай. Ағымен қай жұтып ақылынан адасқан. Шөл иесі сұңқар қиясыз еш нәрсе көрмейді дүниеден. Өткенім бе деген тұяқсыз Тоқтарбайдың зарына қалың құпшақ қайысқан. Аналықтай бәйбіше, қабырғасы майысқан, 50-ге жасы келгенде көзімді ашпай дүниеден өтемін бе дегенде, сонда көрген арыстан бір ұл бір қыз атадан, қыздың аты Қарлығаш, Қобыландыға қарындас. 40 жасқа келгенде арыстан туған Қобылан қазынадан қамқа киеді, өзімен еншім болсын де. Тобылға менде тор атты, енші қылып мінеді, Қобыландының тілегін бүкіл құшақ тіледі. Қайырлы көп қалқынар, енді түсіп салтынар, таулар күйіп тасжанған, 6 жаста баланың ербілендеген заманар. Өзі 6 жасында, қамшат бөрік басында, тобылғы тор ат астында, қаршасы қолында, тасы ерткен соңында, жетіп бірге сыйынып, бар туғанның жолында, Тоқтарбайдың жылқыда, 90 құлы бар енді, 90-ның бастығы, естімеген ер енді. Әдет ғұрпы, наным сенімі, көңіл күйі көбірек суреттеледі. Оларда реалистік және романтикалық көріністе сабақтаса келіп, реалистік әдіс басым жатады.
Лиро-эпостық жырларда кейіпкерлер батырлар емес, қарапайым адамдар. Екі жастың бірін-біріне деген сүйіспеншілігін жырлайтын эпостарда негізінен махаббат отына жанған қыз бен жігіттің қосыла алмай трагедияға ұшыраған тағдыры баяндалады. Әдетте олардың бағытына кедергі болатыны ата-аналардың қарсылығы немесе қызға ғашық басқа жігіттің жауыздығы, я болмаса екі рудың араздығы болып көрсетіледі. Жыр Сарыбай мен Қарабайдың аң аулап жүріп құда болып, қозы мен баянды күні бұрын атастыруынан басталады. Сол кезде аң аулап жүріп, ұлды болғанын естіген Сарыбай баласын көре алмай қаза табады. Атастырылып қойған қозы мен баян жүздерін көрмегенімен бір-біріне ғашық болады. Уақыт өте келе Сараң Қарабай қызын жетім ұлға бергісі келмей, қодарға ұзатпақшы болады. Бір кезде отарын жұттан құтқарған жергілікті палуан қодарға ұзатпақшы болады. Қос ғашықтың арасына тосқауыл болған қодар, қабырғасы қайысқан қодар айласын асырып, зұлымдықпен қозының басын алады. Қайғыдан қабырғасы қайысқан баян өш алу үшін қулыққа көшеді. Ол қодарға өзінің құдықтан су алып берсе, күйеуге шығатынын айтады. Алданған қодар баянның шашынан ұстап, құдықтың түбіне түсе бергенде, айлакер қыз бұрымын кесіп тастайды. Қодар түпсіз тұңғиыққа құлап қаза табады. Сөйтіп қозының тегі қайтарылады. Батыр қыз ғашығының күмбезіне келіп, өзіне қанжар салып қол жұмсайды. Ал енді кішкене үзінді тамашалай отырыңыздар. Жол болсын құрбым. Жолдамақ сенен болсын жас ноян. Күштіде кеткен кегін, төгілген ар намысын қуып бара жатқан жанмы? Ел намысын ер жоқтатар болар ма? Қызына қол бастатқан етер. Қыз намысын кім жоқтар? Өзі жоқтаса айып бекен? Ел шауып бара жатқан батырды қыз қуып бара жатса, қыз басына бұл да қорлық па? Садақ тартсам, 7 қырға жеткіземін, 7 қалқаннан өткіземін. Жолбарыс бұрылып кетеді, арыстан тайып кетеді алдымнан. Болма менің кемдігім? Айып етпе, ауыр кетті. Менде бір ой болып тұрғаны. Сенің намысыңды мен жоқтап, осы жолыңды қисаң қайтер маған? Қорлауымда қолқан ба жас ноян? Қате түсінбе бекеш. Ойым мен бойымды билей алмай, қыз алдым көрмеген. Тілім күрмеріп тұрса, тағы да айт менде. Айтар сөзім осы дей алмаймын, бірақ жауға қыз аттанғанда жас батыр үйде жатқан ба? Жауымды көріп қалып ем, о да намысым үшін шаптым деп еді. Алдаған екен. Сенің намысың менікі болсын. Тағы да сұрайым, қимаған осы жолыңды. Мені қуайын дегеніңе обалыңа қалан ба деп те ойлаймын. Бұғанан қатпаған көрінеді. 3 түрлі шарт қойсам, орындаймысың? Әрине, қой шартыңды. Ендеше өзіңнің оғыңды, менің садағымды алыс. Алдым. Өзіңнің найзаңды, менің қалқанымды алыс. Оны да алдым. Ал 3-ші шартым. Мен кімді жұмсадым деп сен кімнің намысын қорғаймын деп менің атымды сұрамайсың. Бұл шартың қызық екен сұлуым. Амалым қанша? Көнем дағы. Ендеше сұлуым, мен жолға дайындалайын. Жол болсын, жасым. Ғашықтардың махаббаты бар ғаламға
ауыз әдебиетіміздің үлгілерін көбірек оқып, халқымыздың асыл қасиеттерінен нәр алайық. Ендеше қазақ тілі мен әдебиеті пәні онкүндігін ашық деп жариялаймыз. Алдағы күндерде ауыз әдебиеті жанрларының түрімен танысатын боламыз. Әзірге қош, сау болыңыздар.